Қарға неге ораза ұстайды? Құстардың арасында ең ақылдысы қарға екенін білесіз бе? Ол туралы түрлі аңыздар бар. Қасиетті Құран кәрімде қарға жайлы аз айтылмайды. Жер бетіндегі ең алғашқы қылмысты жасап, өз бауыры Абылды өлтірген Қабылға адам денесін көмуді осы қарға үйреткен деседі. Ал қасиетті Қағба тасына қаскөйлер шабуыл жасағанда, қарғалар қара бұлттай үйіріліп, әуеден қара тасты қарша боратқан екен. Осылайша Қағбаны қиратпақшы болған әскерді тып-типыл етіп, қасиетті тасты аман алып қалған деген аңыз бар. Қазіргі Африка мен Оңтүстік Америка жерін мекендеген халықтар қарғаны ежелден өзінің сыйыну белгісі ретінде таңдаған. Тарихи деректерде Үйсін күнбиінің баласын қасқыр емізіп асыраған болса, оған етті қарға тасып беріп отырған екен. Аңыздардан бөлек ғылыми зерттеулер де қарғаның ерекше қасиетке екендігін растайды. Австриялық ғалымдар қарғалардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамығанын дәлелдеп шыққан. Бір топта болған қарғалардың бір-бірін алыстан танып қоятыны анықталған. Олар жемге таласып, жауласқан дұшпандарын да өле-өлгенше ұмытпайтын болған. Ал Лондондағы орнитологтардың зерттеуіне үңілсеңіз, жағаңызды ұстайсыз. Олар қарғалардың тіпті күрделі есептерді шеше алатындығын анықтаған. Сынақ ретінде бір қарғаға су бермей әбден шөлдеткен. Суды оның тұмсығы жетпейтін құмыраға құйып сырттай бақылаған. Ал қарға болса, суға тұмсығы тигенше құмыраға түрлі заттарды толтыра отырып, ол аз десеңіз, суға батпай тұрған резина мен пластмасса сияқты заттарды қайта шығарып тастаған. Құстардың бұл түрі бағдаршамның түстерінде ажырата алатын қасиетке ие. Мәселен, қарғаның жолда жатқан жемтікке бағдаршамның қызыл түсі жанғанда ғана ұшып барып, ал жасыл жанғанда қайтып ұшып кететіні белгілі болған. Сондай-ақ қарға адамның қолындағы таяқ пен мылтықты ажырата алатын көрінеді. Егер алыстан мылтық ұстаған жан көрсе, бірден ұшып кетеді де, ал адамды таяқпен көрсе, ол қасына жақындағанша үрікпейді екен. 2011 жылы Қарағанды мен Маңғыстау облысының тұрғындары таңғаларлық жағдайдың куәсі болғанын білеміз. Жергілікті адамдар қара қарғаның бірнеше рет «Алла» деп дыбыс шығарғанын байқаған. Жер қасында қарға «Алла, Алла» деп. Қарғалар 40 күн шіліңгір шілдеде ораза ұстайтын жалғыз құс. Олар осыншама уақыт бойы өзен жағасын мекендеп, аузын аңқита ашып, ағын судың ылғалымен шөлін қандырады екен. Осылайша 40 күн бойы нәр татпай ағзасын тазалайды. Сондай-ақ асқазаны тез қорытатын қарғаның бұл қасиетімен ешбір құс теңесе алмайды екен.